Жастар күніне орай Екібастұз қаласында жастар бастамаларын дамыту орталығы жас ұстаздар арасында үстел теннисінен жарыс ұйымдастырды. Жалпы бұндай сайысты біз көптеп өткізіп келе жатырмыз. Себебі бұндағы мақсат жас ұстаздардың бос уақытын тиімді қамту және жас ұстаздармен байланысты орнату. Сонымен бірге өздеріңіз білесіздер, 12 тамыз халықаралық жастар күні, осыған орай осы сайыс өткізіліп отыр. Бақ шабама, бап шабама деп жастарымыз ойынды бастап кетті. Бүгінгі таңда өңір аумағында үстел теннисімен шұғылданушылардың санын артқанын байқадық. Спортсүйер қауым жарыста жылдамдық пен шапшаңдылықтарын байқатты. Спорт додасында ойыншылар өздерінің мықтылығын көрсетті. Жас ұстаздар арасында өткен үстел теннис ойынының қорытындысы бойынша жүлделі бірінші орынды Ернұр Бекболатов жеңіп алды. Екінші орын Берік Түкеновке бұйырды. Ал үшінші орын иегері Әмір Төлепбергенов атанды. Жүлдегерлерге арнайы дипломдар мен ақшалай сыйлықтар табыс етілді.